29 тамыз күні Тоғырлы Тұран университетінің студенттер қатары еліміздің әр аймағынан келген 1000-ға жуық жаспен толықты. Беделді белді оқу орны жоғарғы білімін Тұран университетінде жалғастыруға бел буған талапкерлерді қабылдау салтанатына ауқымды кеш ұйымдастырылып, ректордың өзі студенттерді жаңа оқу жылымен құттықтады. Сіздер енді мына мектеп бітіріңдер, колледж бітіріңдер, жаңа мамандықты игеріп, болашаққа ұмтылған сендерсіздер. Сондықтан бірінші курстан бастап біз университетте толық жағдай жасалды деп айтуымызға болады. Интернеті бар, кітапханасы бар, мұғалімдер бар. Енді қазір соңғы жылдары біз күнде жаңа мұғалімдер іздеуімізде. Мұғалімдер өсуде, талап күшейді. Осыған байланысты жаңа кафедралар, жаңа бағыттарды біз игеріп жатырмыз дегенде. Соның барлығы ертең сіздерге. Алматыға арман қуып келген жас түлектер оқуға түсіп бір қуанса, дәл осы күні ресми түрде шын қуанып жүр. Тұран табалдырығын аттаған 1000-ға тарта студенттің 90-нан астамы мемлекеттік білім грантының иегері болса, 200-ден астамы ректордың грантына ие болды. Бірінші дәрежелі грант, 4 жыл тегін оқу грантын жеңіп алған. Алпысбай Әсел әлемдік экономика мамандығы. Бұл ерекше сәтті көруге алыстан келген ата-аналар да оқу орнымен танысты. Студенттер қатарына қабылданған жастар болашақта өз ісінің маманы болады деп сенеміз. Наргиз Бекен, Нұрлан Жорабай, арнайы Тұран Channel үшін.